Сәлем достар, егер осындай құйрықтармен байланған егеу құйрықтарды көрсеңіздер, қашыңыздар. Мүмкін осы видеоға кірмей тұрып, сіз осындай құбылысты көрмеген де шығарсыз. Әрине бұл табиғатта өте сирек кездесетін егеу құйрық патшасы атты құбылыс. Неге егеу құйрықтар осылай оралып алады? Бұл құбылыстың пайда болуына не себеп? Және неге осындай көріністен алшақ жүру керек? Сіздермен бірге Пазл арнасы. Бүгін біз егеу құйрық патшасы құбылысы жайында айтатын боламыз. Ал егеу құйрық патшасы жайында айтпай тұрып, осы видеоның төменгі жағындағы лайкқа міндетті түрде басып, арнамызға әлі күнге дейін тіркелмеген болсаңыздар, дәл қазір қызыл подписаться батырмасына басып, тіркеле кетіңіздер. Ал біз жалғастыра берейік. Бір көзбен ғана қарағанда, үрей мен жиіркеніш сезімін тудыратын бұл көрініс шын мәнінде өте сирек кездеседі. Тарихта адамдардың егеу құйрық патшасын тапқан жағдайлары санаулы түрде ғана кездеседі. Түрлі деректер бойынша 35-50 жағдайлар ғана белгілі. Айта беретін болсақ, әлгі табылған егеу құйрық патшаларының жартысы зерттеушілердің пайымдауынша жалған болып шыққан. Алаяқтар егеу құйрықтарды өлтіріп, кейін оларды мумиялау арқылы өзара құйрықтармен байлап, мұражайларға сатқан екен. Егеу құйрық патшасы жайында ең алғашқы дерек 1564 жылы тіркелген. Кейінірек бұл құбылыс әлемнің әр түкпірінде аз-аздап кездесетін. Ал 20 ғасырдың басында егеу құйрық патшасы Еуропа елдерінде үрей тудырып, жиі кездесетін болған. Тіпті сол заманның адамдар бұл көріністі тек жаманшылықпен байланыстырған. 21 ғасырға келетін болсақ, осы бір құбылыс сирек кездесіп жүр. Кез келген адамның қолында видео түсіре алатын гаджет болғанына қарамастан, егеу құйрық патшасын кездестіру әр адамға бұйыра бермейді. Тіпті соңғы 40 жылда тек 3 дәлелденген жағдай кездескен. Оның біреуі Францияда болса, қалған екеуі Эстонияда болған. Жалпы егеу құйрық патшасы деген жануарлар әлемінде сирек кездесетін феномен. Яғни осы құбылыс бір індет тұратын бірнеше егеу құйрықтар немесе тышқандар шатасып, құйрықтарымен жабысып, ажырай алмай қалуы. Бұл құбылыс орта ғасырлық дәуірден бері белгілі. Және көп басты егеу құйрық патшасы егеу құйрықтарды басқаратын аңыздарға ие болыпты. Сондықтан орта ғасырдың адамдары егеу құйрық патшасынан қатты қорқатын. Олар оны сиқырлы тіршілік иесі немесе шайтандардың көмекшісі деп ойлаған. Егер кім егеу құйрық патшасын көріп қалса, оның елінде міндетті түрде аштық, індет, ауру және басқа да қайғы қасірет болатыны қатты сенген. Тіпті егеу құйрық патшасы адам кейпіне енетініне де сенген. Ал инквизиция кезінде христиандар қала тұрғындарын үйлерін мұқият тексеріп, егеу құйрықтың барлық тесіктерін дұрыстап іздейтін. Егер олар әлгі құбыжықты тапса, үй иесін азапты өлім күтетін. Дәл сол кезден бастап егеу құйрық патшасын көрген адам оған жақындамасын, тіпті қаша жөнелсін деген ұғым қалыптасып қалған. Құбылыстың тарихын білдік, енді егеу құйрық патшасы қалай пайда болатыны жайында айта кетейік. Бұл жөнінде екі нұсқа бар. Біріншісіне сенетін болсақ, егеу құйрықтар тар іннің ішінде жиналғанда құйрықтарымен шатасып, бір-бірлеріне өлгенше жабысып қалады екен. Ал екінші нұсқа бойынша егеу құйрықтар суық күндері іннің ішінде бір-бірлеріне тығыз жабысып, тоңып қалмас үшін бір-бірлерін жылытады. Әрине бұл тірі қалудың амалы болғанымен, осы іс-әрекеттің салдарынан олар құйрықтарымен шатасып, ажырамастай түйін құрап, жабысып өледі. Жиі жағдайда бұл түйінде құйрықтармен бірге артқа аяқтарды шатасып жатады. Кеміргіштер ажыраймыз деп әрқайсысы өз жағына тартылып, түйінді одан ары қатты байлайды. Бұл жерде құйрықтар мен артқа аяқтар сына бастайды. Сөйтіп азапты өлімді кешіп жатқан егеу құйрықтар біреуі аурудан, ал басқасы аштықтан өледі. Уақыт өте түйінге зәр мен топырақ араласып, ол үлкейе түседі. Оның үстіне кеміргіштердің құйрықтарындағы май желім рөлін атқарып, бұл құбылыстың пайда болуына тағы бір үлес қосады. Егер кім білмесе, егеу құйрық пен тышқандардың құйрығында жүн аз болуынан олардың құйрығы май бөледі. Тіпті егеу құйрықтар жиі жүретін жерде олардың майлы іздерін байқасақ болады. Енді ойлаңыз, осы айтылған барлық заттардан кейін бұл түйінді ажырату мүмкін бе? Әрине мүмкін емес. Осы феноменді зерттеген ғалымдар барлық келтірілген нұсқаларды тексерген екен. Ақыры салқында жылуға әрекет жасап,
байланып қалуымен байланысты теория шын болып шықты. Олар зертханалық зерттеулер кезінде егеу құйрықтарды бір жерге жинап экспериментті жүргізді. Және нәтиже толығымен расталды. Осы зерттеулер көптеген жаңа деректерді ашты. Олардың бірі егеу құйрық патшасы жылынған соң ажырай алады екен. Түйінен тек бір құйрық босаса, басқалары да босап кететіні белгілі болды. Бірақ ол үшін түйін таза болу керек, еш топырақ пен зәрсіз. Ал түйіннен босауға деген үмітін өзгісі келмейтін кейбір кеміргіштер құйрықтарын өткір тістерімен кеміріп тастай алады. Олар үшін бұл қиын емес. Оның үстіне кейбір кеміргіштердің түрлері құйрық, тері және саусақтарын регенерациялау арқылы қалпына келтіре алатынын ескеретін болсақ, бұл тіптен оңай қадам. Егеу құйрықтардың басқа түрлері де осылай оралып шатасып жатады. Сену қиын, бірақ табиғатта тек егеу құйрықтар ғана емес, солай тиіндер де құйрықтармен жабысып жатады. Көз алдарыңызда тиіндердің патшасы. Қуанышқа орай осы көрініске тап болған адам тиіндерді ветклиникаға апарып, олардың өмірлерін сақтап қалды. Құйрық жүнін қырып, түйінді ажырата алған дәрігерлер жануарлардың өмірін сақтап қалғаны. Бірақ бір-екі құйрықты бәрібір ампутациялауға тура келді. Ал мына бір сәтті адам тек қана егеу құйрық патшасын көре ғана қоймай, солай сол жердегі егеу құйрықтарды құтқарып та үлгерді. Осы бір жағдайға ешкім сене қоймайтыны біле тұра, жігіт тек қана оларды босатып аман қалдырмай, оның барлығын фото ретінде түсіріп алған еді. Мінеки достар, бүгін біз егеу құйрық патшасы феномені жайлы толықтай айтып бердік. Табиғатта біз көріп естімеген қызықты да ерекше құбылыстар өте көп. Сіздерге қызық болса, әрине біз жаңа видеоларымызды жиі шығарып, оларда сіздер естімеген көптеген мәліметтерді жинастыруға дайынбыз. Жай осы видеоға лайк басып, арнамызға әлі күнге дейін тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.